қорықпай ойнау керек деп ойлаймын, өйткені бәрібір ұтылатын команда ұтыламыз, одан да кішкене ашылып, алтта 3 болса да қызық ойын ғой. Алдыңғы жылдары Вахид Масудов деген секілді бапкерлер болды. Ол Вахид Масудов баяғы ол СССРден қалған бапкерлер, олар бізге жаңа ештеңе бермейді. Бізде командаларға кішкене жастарға мүмкіндік беру керек. Сол себепті ойлаймын, мынау бізді Белоруссиядан, Ресейден келген легионерлерді азайту керек. Саған 3 сұрақ қоямын қазір. Егер 3 сұрақтың жауабын дәл тапсаң, онда саған Юбет букмекерлік кеңсесінің атынан сыйлық бар жалпы. Армысыздар, қадірменді ағайын, бұл Юбет букмекерлік кеңсесінің ютубтағы ресми парақшасы. Сонымен біз кезекті подкастты назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан ұлттық құрамасының алдағы ойындарынан біз не күтеміз? Қазақ футболында шешілмей жатқан мәселелер қандай? Келесі жылы премьер-лига мен бірінші лиганың ойыншылары, командалары қандай өзгеріске ұшырауы мүмкін? Осының барлығын талқылаймыз, ал бағдарламамыздың соңында футбол білгірлеріне арналған квиз де болады. Ендеше кеттік. Қадірменді ағайын, сонымен бүгінгі подкастымыздың қонағы белгілі футбол эксперті, подкасттардың тұрақты қонағы десек те болады, Қазбек Тайланов. Қазбек, қош келдің эфирге. Қош көрдік. Енді мынау қазір Қазақстан ұлттық құрамасының ойындары басталайын деп жатыр. Чемпионатымыз үзіліске кетті. Жалпы қазір футбол эксперттерінде шын айтқанда бір талқылайтын да көп тақырыпта жоқ шығар. Чемпиондар лигасы бар дегендей. Енді осы тұрғыда айтайық, мынау кеше Дания ұлттық құрама командасының ойыншылар құрамы жарық көріпті. Кристиан Эриксен бар екен, Манчестер, Наполиден футболшылар деп кеше адамды қорқытып пабликтеріміз жазып жатыр. Осы матчқа байланысты қандай пікірдесің? Данияға қарсы кездесуде біз 4-0, 5-0 болып қатты жеңіліп қалмаймыз ба? Менің ойымша бізде кішкене құрамдағы бізде кейбір ойыншылар келмей қалды ғой. Жарақаттан Бауыржан Исламхан бар, жаңағы Ислам Чесноков келмеуі мүмкін деп жатыр тоже. Бұл өте қиын ойын болады, өйткені Дания алдыңғы ойында бізден әбден былай айтқан таяқ жегеннен кейін енді олар жиналып ойнайтын секілді, бүкіл ақысын бізден алатын секілді. Және де олардың құрамында сол кезде ойнамаған Эриксендар осы ойынға шығады. Кристиансен екеуі. Расмус Кристиансен травма алып қалды дейді, және Александр Бада ойнамауы мүмкін деп жатыр. Бұл да бір жеңілдеу болады деп ойлаймын осы жағынан да. Бізге ең басты назар одан кейінгі болатын ойын, Финляндиямен ойын, сол ойынға бүкіл күшті салу керек, өйткені Данияда қиын болады, өте жаңағыдай Данияға Иван Свиридов, жаңағы Багдат Хайыров секілді ойыншыларды шығарып, кішкене основан ойыншыларына демалыс беру керек секілді. Сосын бүкіл назарды Финляндияға аударған дұрыс болады. Өткенде бір подкастта мен осы мәселені қозғап айттым ғой, білесің, екінші құраммен шығайық, Данияға негізгі құрамды Финляндияға қояйық деп. Бұл жеке менің идеям, ойым да, осылай жасауға болады ғой негізі теориялық тұрғыда десем. Енді сөйтсем, Магомед Мұсаұлы Адиев айтады, шын айтқан кезде оны мен де ойладым дейді. Екеуміз осы тақырыпта коридорда сөйлесіп қалдық федерацияның ішінде. Сөйтсем айтады, енді біз ұлттық құрама, қаншама елдің намысы, рейтингті көп ай, енді тәуекелге барамаймыз ғой, енді ойласашы кішкене деп маған айтады. Сол енді бір жағынан ол кісінікі де дұрыс, енді бір 4-0, 5-0, 6-0 болып кетсе тағы масқара болмай ма? Біздің депутаттар шығып, немене біле деп айтса, жанкүйерлер ұрысса, ол да ұят қой бір қарағанда. Кім түсінеді оны, көрдіңіз ба? Өткенде Франциямен сондай жағдай болды ғой, ол жерде ешкім ойламады, жаңағы ешкім айтпайды да, біз Тәжікстанмен ойнайын деп жатырмық, ертең Тәжікстаннан ұтылып қалсақ, одан да ұят болады деген секілді әңгіме болған жоқ та. Франциядан 8-0 ұтылды деді, ал ол жерде құрамды қараған жоқ, ешкім ана Өміртаевтар ойнап жатыр деп айтқан жоқ та. Бұл жерде ол да бапкерлік о жағынан да дұрыс деп ойлаймын, өйткені не дегенмен бұл Қазақстанның намысын қорғап жатыр, ұлттық құраманың ойыншылары. Ертең психологиялық қиын болады, егер қатты ұтылып жатса Финляндиямен. Сол себепті бапкерде бір өзінің ойлаған жоспарлары бар деп ойлаймын. Ертеңгі Даниямен болатын ойында бірінші минуттан бастап жаңағыдай қорғанысқа жатпай, ашық, қорықпай ойнау керек деп ойлаймын, өйткені бәрібір ұтылатын команда ұтыламыз,
одан да кішкене ашылып, алтта 3 болса да қызық ойын ғой. Ойыншылар доп ұстап үйренеді, кішкене өздерінен жоғары командаға қарсы кішкене оңайлау болады деп ойлаймын. Сосын жаңа Иван Свиридов туралы айтып қалдың. Магомед мысалы Адиев кеше сұхбат берген КФФ Тим парақшасына. Сонда айтыпты, Иван Свиридовты біз көреміз, егер жалпы қатты қажет болмаса, біз оны жастар құрамасына жібере салайық, ол одан да Испанияға қарсы матчқа ойнап, ойын тәжірибесін алсын депті. Осыған қалай қарайсың? Меніңше Свиридов қазір ұлттық құрамаға керек ойыншы. Нағыз, өткен бізде Абат Айымбетовтан басқа шабуылшы жоқ. Максим Самаров не деген шабуылшы дегенмен ол қапталдың ойыншы да. Свиридов кішкене андай кішкене габариті бар ойыншы, кішкене итерісіп жүгіру, жаңа ортамен шабуыл жасау, ұйымдастыруға жақсы ойыншы да. Жастар құрамасына Испанияға баратын болса, бәрібір де сол жастар құрамасының нәтижесі әлі де сол ештеңеге ұмтылып жатқан жоқ, бір қатты жеңістер көп болып жатқан жоқ. Және де ертеңгі ойында мысалы Иван Свиридовты басынан бастап шығарып, соңғы 20 минутқа Абатты шығаратын болсақ, Свиридовқа бұл да опыт болады, Даниямен ойнады деген. Ертең келесі жылы біз Грузиямен ойнаймыз ғой. Сол Грузиямен ойында психологиялық ауытпашылық болмайды деп ойлаймын, өйткені Даниямен ойыннан кейін ол ойыншыға қандай да бір опыт болады деп ойлаймын. Сол себепті Свиридовты қалдырып, көріп, деңгейін көріп, өзіне жаңағыдай сенімділік ұялатқан дұрыс деп ойлаймын. Енді мынау қазір осы жастар мәселесін қозғаған кезде Қазақстан жастар құрамасын айтамыз, басқа да андер 19-17, жалпы мынау Қазақстанның айналасында футбол лигаларында жүрген жастардың ішінен кейде ойлайсың ғой, мына жақта бір 3-4 адам бар, мына жақта бір 2 адам, Белоруссияда Әбин Нұр деген жаңа Нұрымбет деген балалар ойнап жатыр. Түбі солар жиналған кезде ұлттық құрама енді жаңарады ғой, енді бір 5-6 жылдың ішінде. Сонда кімдер ойнайды деп ойлайсың? Біз артымызда мына резерв қалдай өсіп келе жатыр ма? Сапалы жігіттер бар ма? Негізі бізде сапалы жігіттерден гөрі сапалы мамандар бар ма деген сұрақ мен мазалайды. Бапкерлер ме? Бапкерлер, иә. Өйткені біз қараймыз ғой, жастар құрамасын баптайтын бапкер бізде алдыңғы жылда Вахид Масудов деген секілді бапкерлер болды. Ол Вахид Масудов баяғы ол СССРден қалған бапкерлер, олар бізге жаңа ештеңе бермейді. Қазіргі бапкерлерден мен атап өтетін, кеше ғана осы сөйлескем, Александр Кузнецовпен жазысқам, ол айтқан, иә, дайындалып жүрік, міне екінші лигада жаңа Академия 05-те ойнайтын жас бомбардир ойыншы бар, соны алып қазір дайындап жатырмық дейді. Оны өзім дайындап жатырмын, ертең көреміз қалай шығатын. Сол Александр Кузнецов секілді хотя бір 3 маман болса Қазақстанда, жаңағыдай U16, U17, U19-ды баптайтын жастардың футболда дамиды деп ойлаймын. Бізде қазірге тек сол Александр Кузнецовқа ғана сеніп отырық, ертең біреу болмаса біреу шығарады деп. Мысалы қазіргі ұлттық құрамада жүрген Прокопенколар сол кезінде Александр Кузнецовтың РКС деген Алматыдағы неде ойнаған ғой. Республиканский колледж спорта. Иә, сөйтіп барып олар 2016-17 жылы қателеспесем кубок СНГ кубогы развитие ба? Жоқ, развитие ма? Минскіде болатын ба? Жоқ, Минскіде болмайды, анау Россияда болған. Біздікілер финалға шығып, Гранаткин турнирінде финалға дейін жеткен болады. Сол кезде ерке болған Сейд Ахметтер ойнаған, Сұлтан Сағынай секілді ойыншылар. Сөйтіп осы Кузнецов бапкер ашқан болатын сол кезде. Әлі де сол ойыншылар келе жатыр ғой, КПЛ-да ойнап. Бізге сондай бапкерлер керек, жақсы мамандар дайындайтын болсақ, жақсы ойыншылар бізде көп, екінші лига болсын, бірінші лига болсын, соларды бағыт бағдар беретін мамандар керек деп ойлаймын. Дұрыс, енді мынау осы жерде мен тағы да қозғағым келіп отырмын. Мен енді ішкі ойым, жаңа Белоруссияда Әбин Нұрымбет ойнап жатыр, гол ұрып жүр, жақсы ғой, енді дамып жатыр. Түбі ол жақсы деңгей көтеріледі. Сосын ана Бағдәулет Зүлфикаров деген жігіт бар, Қайсарда гол ұрып жүр ғой, өзі мықты, болашағы бар сияқты, енді бір 4-5 жылдың ішінде. Одан кейін тағы бір ойыншы бар, Төрехұл деген. Ерсұлтан Төрехұл деген. 24-25 гол ұрады ғой. Жоқ, екінші лигадан ойнайды қазір. Ұлытаудың сапында ойнайды. Олар бірінші лигаға шықты. Сосын осындай бір
жігіттер бар да, Таразда бар жаңағы Бауыржан Рахмет деген сияқты, Ерсұлтан Тойбеков деген жігіттер бар. Сол осындай жігіттер түп ұлттық құрамаға алынама деп отырмын да. Жаңағы Атырауда бір бала бар екен ғой, Жұмаханов деген ба, Әділбек деген. Қорғаушы. Ірі денелі. 20 жастағы ойыншы, ол қазір жастар құрамасында ойнайды. Жақсы былай перспективасы бар секілді. Сосын мына Астанада Нұрали Жақсылық деген жігіт мықты ойнайды. Кеше мысалы Викториямен шыққан кезде заменаға өте керемет былай шықты, өзіне сенімді ойнап. Сол жаңағы Дарболардың орнына шығарса кем ойнамайды деп ойлаймын. Сосын Астананың жаңағы QG лигадағы командасында Абзал Сағын деген ірі денелі қорғаушы бар екен. Бойы 1.90 ба сондай екен. 17 жаста ойлаңызшы. Үздік қорғаушы номинациясын жеңіпті осы биылғы маусымда. Сонда ойлаңыз, осындай жігіттер өсіп көтерілсе, әр командадан 1-2 адамнан шықса, түбі ұлттық құрамаға алынады ғой енді олар, жастар құрамасы арқылы. Бізде проблема былай ғой, жаңағыда бәрі жастар құрамасына күшті келеді да, жастар құрамасына юношеский командаға дейін жақсы келеді да, әрі қарай дамымай қалады. Өйткені премьер-лигада оларға бермейді, шанс бермейді. Қосалқы құрамда отыра береді, олар ойлайды, енді біз 200 мың, 150 мың теңге ақша семьясы бар, асырау керек, 22-23 жасқа дейін отырады олар. Олар сосын үйіндегілер айтады ғой оларға, сен не істейсің футбол, таста, бала шағаны асырамайсың ба дейді. Сол себепті бізде командаларға кішкене жастарға мүмкіндік беру керек. Сол себепті ойлаймын, мынау бізді Белоруссиядан, Ресейден келген легионерлерді азайту керек. Легионер деген ұғымды біз Қазақстан футболының түлегі дегенге ауыстырып, сол кезде Ресейден, Белоруссиядан, Қырғызстаннан келетін легионерлер сапасы көтеріліп келетін легионерлер. Мысалға бір адамдар айтады да, осы футбол айналасында жүрген функционерлер айтады, керісінше легионерлер көп болу керек, қазақстандық ойыншылар ойнауға аз болу керек мүмкіндіктер. Тек солармен деңгейлесіп барып, солардың конкуренциясын жеңіп барып ойнау керек. Солардың деңгейінде болады сонда қазақстандық ойыншылар дейді. Жоқ, онымен келіспеймін. Өйткені бізде ондай не істеу үшін әр клубтың бюджеті кемде 5 миллиард, 10 миллиард болу керек. Ол кезде сапалы легионер керек. Бізге қазір келіп жатқанда қандай легионер? Ол Украинаның 3-ші дивизион Цюпа деген Цюпа, жаңағы Белоруссиядағы өмір гол салмай келген, жаңағы мысалы Абдухоликов деген легионер Белоруссияда 26-27 гол салған, қателеспесем. 26 гол. 26 гол. Ал КПЛ-ға келді, қазір 6 гол салды. Мысалы қаншама айлық алады. Түнді Белоруссияның чемпионаты бізден төмен болып тұр ғой? Төмен, өте төмен. Өйткені ол жақтың чемпионаты түсіп қалған. Мысалы, қазір Астанаға келген Дембо, Дарбо деген ойыншы Белоруссияда 20 гол салған да. Ал ол ойнаған команда жаңағы договорнякпен ұсталып қалған команда. Демек, ол голдарды өз күшімен салмады деген сөз. Төреші бар, басқасы бар. Қарсылас былай бере салған голдар. Сол себепті бұл легионерлер дәрежесі төмен өте біздегі Белоруссиядан келген. Шахтер Солигорскте ойнаған. Шахтер Солигорскте ойнаған. Макси Бонг та соқтан келген. Бонгтың дәрежесін білеміз қандай өте төмен екенін. Енді мынау Астана тақырыбын қозғап кеттік қой. Кеше Виктория Плзенге ұтылды 1-2. Осы ойынды талқылайтын болсақ, жалпы мынау Марин Томасов гол ұрғанға дейін терезесінен 0-0 бүйтіп жай ойын болып жатқан. Томасов қалай гол ұрды, аналар бірден ашуланып кетті, 2 гол ұра салды. Сонда олар өздері білетін болып тұр ғой, қанша гол ұрғысы келсе ұра салатындай шамасы бар екен да Викторияның. Ол Виктория ойлаған ғой, қазір бізге неше ойнап кетсек деп болатын шығар ертең. Біз өз аламыз, ұта саламыз деп. Сөйтіп тұрғанда Астана гол салып кетті. Намыстарына тиіп кетті-ау дейміз сол жерде. Шабуылдады, 2 гол ұтты. Бұл жерде бапкердің қателігі қайттан мен айтқым келеді. Өте қателік мынау Чондричті шығара берген, және ортада 2 орталық жартылай қорғаушымен ойнайды команда всегда. Уреган айтады, орталық жартылай қорғаушы. Ол орталыққа емес, ол флангқа кетіп қала береді, ортаны ашып қойды да. Сол себепті Астанада дальний ударлардан көп гол жіберді. Өйткені Загребте де солай болды. Тіпті сол Динамо Тбилисимен болған ойында да дальнийдан тепкеннен кейін Чондрич өзі алдына қайтарып жүрген допты гол салып кетті ғой сөйтіп. Дальнийді өте көп жіберетін ойыншы, қақпашы. Өзі жасы да 30-ға келген.
білмеймін мен Заруцкийдің қай жері артық екен ол ойыншының. Енді соған ренжіп Заруцкиймен енді келесі жылы басқа жаққа кетемін, Ресей чемпионатына кетемін, ФНЛ-ге барамын, Украинаға барамын, Польшаға кетемін. Кетсін барсын деп вариант іздеп отыр екен. Ертең ұлттық құрамаға келер ойыншы Заруцкий деген мысалы ертең Шацкийдің орнын басатын ойыншылардың бірі деп ойлаймын. Иә, одан бөлек енді осы баспасөз мәслихаты болды, мен видеоларын көрдім. Бексұлтан Өнербай бар, сен бар, Бабаямен әбден салғыласыпсыңдар. Кәдімгі Григорчуктың баяғы пресс-конференцияларына ұқсап келе жатыр. Григорий Константинұлы Бабаян жұмысынан қашан кетеді деген қазір бір осы Астанада қоғамда бір сұрақ тұрған сияқты менің ойымша. Меніңше бұл жерде Бабаян сезон соңына дейін ойнап тастау керек. Және де бұл Астанада бүкілін тазарту керек. Басшылықтан бастап жаңағы бізге жаңа обещание берді ғой, Тараз аренаны алып береміз, жастар ойнайды. Сөйтсек Тарлан арена. Тарлан арена, кешірім сұраймын. Тарлан аренаны алмаған, жазда ешқандай усиление болған жоқ, трансфер болған жоқ, келген ойыншылардың сапасы төмен. Дембодар бұл жаңағы кім 8 защитник алды, 8 защитникті алған қайтейін. Қазір Лига конференцияда ең көп гол жіберген командалардың бірі. Екінші Лудогорец, бірінші Астана болып тұр. Енді конференция лигасының топтық кезеңінен шығу деген мақсат қойылған да клубқа. Бұл енді шын айтқанда мүмкін емес нәрсе ғой енді. Иә, мынау құраммен, мынау басшылықпен жаңағы конференция лигасының топынан шығамайды деп ойлаймын. Сосын жанкүйерлер айқайлап жаңа айтты ғой, Беспаев Арсланбек қызметінен кетсін дейді. Ол мен түсінбеймін, оның не кінесі бар сонда? Ол клубтың директоры болғанымен, атқарушы директоры болғанымен, оның жерінде басқа да адамдар бар. Мысалға Саян Хамитжанов басқарады деп ойлаймын мен, мысалға Астана футбол клубын. Сонда емес пе кеңесшісі ғой енді? Жоқ, бұл жерде Саян Хамитжанов болғанымен, ол Саян Хамитжанов тек жаңағы бапкер әкеледі, ойыншыларда трансферіне көмектесетін адам. Ал Беспаев ол жаңағы қол қоятын адам, ол бүкіл жауапты адам. Жаңағы жастар детский футболды дамыту үшін. Мысалы Астанада футбол центрдің балдары қазір QG лигада соңғы орында, бірінші лигада соңғы орында тұр. Баяғыда ондай болмайтын тұғын. Сол себепті жаңағы экипировка, балдардың қатынауы, спорт зал дайындалатын жерлер жоқ. Баяғы жартас, сол жартас болып тұр. Демек, бұл басшылықтың кінәсі. Басшылық кету керек менің ойымша. Орнына футбол түсінетін, футболда жұмыс істеген адам керек. Қандай да бір жетістігі бар, болмаса Европа футболда жұмыс істеп келген адам керек секілді, менің ойым, Астанада. Дұрыс, тамаша. Енді мына бірінші лигадағы командасы туралы айтып қалдың ғой, Астананың енді олар бір жас кіші ойнайды ғой, қанша дегенмен сөйтіп елдің бәрінен жеңіліп жатыр. Қазір мына бірінші лиганы айта кетейік, өйткені бірінші лиганың титулды демеушісі біздің Юбет букмекерлік кеңсесі екен де ұмытпауымыз керек. Жеңіс пен Хан Тенгри командалар ойнап жатыр екен қазір. Жалпы 3 команда шығады деген әңгіме бар ғой. Елімай енді мақұл 69 ұпай бар, шықты. Қазір Тұран Ақжайық жеңілді, ол да шығады. Жеңіс те шығып кететін болса, ол келесі жылы ойнай ала ма жалпы? Ол сосын Астана арена ремонтқа кетеді, жөндеу жұмыстарына байланысты. Астана қаласында мүлде стадион болмайды. Сонда олар қайда ойнайды? Маған қызығы, мысалы, Елімайдың премьер лигаға шыққандағы несі сертификацияны қалай өтеді екен? Бұл команда құрылғаннан бір-ақ жыл болған команда. Ал менің естуімше толық дәрежеде сертификация өту үшін 3 жыл кемінде керек. Бұл ертең кезінде 6 ай өтпей қалды ғой, есіңізде ме? 6 ай ашылды да, бір жыл ойнады, чемпион болды. Қаншама қарыз болды, жабылып қалды соңында ақылы бірінші премьер лигаға алмаған үшін. Меніңше премьер лиганың командасын көбейтпеу керек, азайту керек керісінше. Өйткені біздің ойнайтын полеларды білеміз. Ертең Астана арена жабылса, Оқжетпес қайда ойнайды, Шахтер чемпионат басында қайда ойнайды, Жеңіс қайда ойнайды деген сұрақ туады. Сол себепті азайту керек керісінше.
10-12 команда. Жоқ, олар мысалға бірінші лигада қалды дегеннің өзінде де мысалға Оқжетпес жеңіс жаңағы Астананың екінші командасы бірінші лигада. Олар қайда ойнайды сонда? Бірінші лигада ойнау керек болады ғой түбі. Мақұл дейік та. Шықпасын премьер лига. Сонда да қайда ойнайды ол? Ол премьер лиганың матчы да сондай стадионда, бірінші лиганың да стадион сондай стадион керек болар. Ол басқа қалада ойнайды. Павлодар, Қостанайға. Бір команда бар ғой бізде, жастар Павлодарда ойнайды, Петропавлда ойнайды, өздері Шымкентте жүреді, командасы Көкшетаудікі Астанада ойын ойнайды. Оқжетпесті айтып отырсың. Осындай қызық жағдай. Мен де таңғалып отырмын. Келесі жылы оның үстіне бізде білесің ғой қандай проблема бар екен. Бізде сәуірдің 15-іне дейін қыс болады ғой, енді өтірік айтпай қояйық. О, тек Шымкентте ғана күн жылы болады ол кезде. Сонда ол кезде қайда ойнайды? Мына Қарағандының Шахтері қайда ойнайды? Сол ғой. Бізде айтып тұрмын ғой. Премьер лиганың командасын жаңағы 10 командаға дейін азайту керек та. Июль айында 30 күндей демалыс беру керек командаларға. Мен әр барған жеріне айтып жүрмін, жаңағы Әділет Назарбайұлына да оны айттым, кеше Бабаяннан да сұрадым. Бір ай демалыс беру керек. Сол кезде жаңағы Ақтөбенің жанкүйерлерінде, Тобылдың жанкүйерлерінде сақ болмайды да, біздің командамызға перенос жасайды, аналарға жасамайды деген. Онысы дәл Еврокубок басталады, командалар толыққанда дайындалады, а басқа командалар демалып алады да, және де осы қазіргі октябрь ойындарына ұлттық құраманың ойыншылары кішкене свежий болып келеді, шаршамаған. Жоқ, оны календар бойынша үлгермей жатыр ғой, енді жетпейді ғой апталар. Жоқ, біз 10 команда қылсақ, турлар да азаяды. Тур азаяды. 30 күнге демалысқа уақыт болады. Қадірменді ағайын, Юбет букмекерлік кеңсесіне тіркелген кезде YouTube арнайы промокодын терсеңіздер 5000 теңгелік сыйақы да ала аласыздар. Сонымен қатар қазір неше түрлі джекпоттар ойнатылып, білгірлерге, болжамшыларға 5 матчты ұсынады. 5 матчтың нәтижесін дәл тапсаңыз, сонда 500 мың теңге қомақты қаржы ұта аласыздар. Одан кейін мен тағы бір мәселені көтеріп, мен де тура осыны айттым, осы федерацияда басшылықта қызметте жүрген кісілерге. Менің идеям, бізде 24 наурыз күні ойын болады. Жыл сайын ойын болады, білесің, біз өйткені ұлттар лигасында ойнап отырмыз, болмаса жаңағы плей-оффына шығып кеттік деген сияқты. Сондай ойындар болады. Болмаса тура 24 мен 29-на шейін УЕФАның 10 күндік несі бар. Окошко дейміз ғой. Сол жерде жолдастық матч ойнау керек, кем дегенде. Сол жерді біз пайдаланамыз. ОТС-тен келеді, футболшылар ұлттық құрамаға кіріп кетеді. Бірінші сәуірден бастап, бірінші, екінші, үшінші сәуірлерде бірінші лига бастайды ғой, сенбі күні. Тура солай чемпионатты бізде сол күні бастайық. Премьер лиганы деймін да. Біріншіден ол қандай пайда? Наурыз айы өтіп кетеді. Ұлттық құрамамыз ойнап болады. Одан кейін күн жылыйды. Бірінші сәуірден де әжептәуір жылы болып болады ғой. Қарағандыда мысалы футбол ойнауға болады деген сияқты. Басқа командалар 6-шы турдан бастап өз полясында ойнамайды, 3-4 турда ойнайды дейсіз ғой. Сонда біраз мәселе шешіледі. Содан кейін мен айтып отырмын, енді чемпионатта ойындар календар бойынша жетпей қалып жатса, ағылшын премьер лигасының боксинг дей деген бар ғой, 3 күн сайын, 2 күн сайын ойнайды. Ештеңесі жоқ, бір 2 турды жабыстырып жіберейік осылай, тоқтатпай. Мысалы, сәуір, апрель мен май айында 3 күн сайын ойнасын командалар. Биыл Астана ойнады 40 күн бойы, июнь айына дейін, осы маусым айына дейін 40 күн бойы 3 күн сайын ойнады. Ол ешқандай не болған жоқ, проблема болған жоқ, солай ойнасын. Оның үстіне жаңа ұлттық құрамаға 7 күн, 6 күн бөлуге оған да уақыт болады, табуға болады негізі, ешқандай қиындық жоқ. Сол осы мәселені көтеру керек, өйткені жаңа инфрақұрылым мәселесі, қардың кезінде күн суық, жел, ол жерде футболшылар да жетістіріп ойнамайды, елдің бәрі 0-0 ойнап жатады. Енді Павлодарда өзіңіз ойлаңызшы, 25 март күні қандай ауа райы болады? Минус болады ғой, минус 10 градус болады. Мысалы, Ақтөбе биыл 3 тур ма жаңағы школьный стадионда ойнап шықты ғой. Масқара. Мысалы, соның орнына да кештеу бастағанда олар бірінші турдан бастап өз алаңында ойнап 12 мың жанкүйер жинап, статистикасында нәтижесі де жақсы болады. Нәтижесі де жақсы, статистикалары да жақсы болады. Жаңағы посещаемость бойынша қазір 3-ші орында тұр. 2-ші орында кім сонда? Қайрат тұр ау деймін. Өйткені олар өз алаңында ойнады бүкіл турда. Ордабасы бірде тұр.
енді бірінші лиганың мәселесі де өте қиын болып тұр. Бірақ биыл негізі менің ойымша қызық болды чемпионатымыз. Көрдіңіз, 3 команда таласты. Ақжайықтың да негізі әжептәуір мүмкіндіктері бар. Хан Тенгри командасы көзге түсіп жатыр. Мынау ең нашар ойнаған. Екібастұз енді 12-ші орында жүр. Масқара, енді әжептәуір мықты команда еді. Негізі ше бірінші лигаға Ақтөбе 2, Астана 2 деген командалар керек емес секілді. Оларды алып екінші лигаға жіберді. Екінші лигаға. Ұят аналардікі. Ел бәрінен 4-0 ұтылады. Кішкентай балалардың бір психологиясына ауыр тиеді. Болмаса сол екінші лиганы күшейтіп жіберіп, сояққа жіберу керек. Мысалы Is the Family деген секілді частный командалар болады. Солармен ойнаса деңгейлес команда болатын еді. Бұл да мәселе. Былай қарасаңыз, бүкіл командалардың ішінде осы Қайрат 2, Ақтөбе 2, Астана 2, үшеуі ғана. Мысалы қазір жаңа айтып отырмық, чемпионаттағы 10 командаға азайтайық деп. Сол кезде бізде Оқжетпес те кетеді, Мақтаарал да кетеді. Жаңа Каспий, Ақсулар кеткен кезде бірінші лигада күшейе түседі. Сол кезде бізде бірінші лигада жастар шыға бастайды, талас басталады, жаңағыдай конкуренция болады. Тамаша. Енді екінші лиганың айтпақшы, оның да жеңімпазы белгілі. Талғат Маруаұлы Байсуфинов директорлық басшылық қылатын Ұлытау командасы шықты. Біздің енді бірінші лигада ойнайтын болды олар. Біртіндеп мінекей көтеріліп келе жатыр. Яғни келесі жылы жеңіске жетсе олар, онда премьер лигада заңды түрде ойнай алады. 3 жыл болған, құрылғанына стадионы бар, басқасы бәрі бар дегендей. Осылай дұрыс, әрқайсысы қадаммен жүру керек. Бізде мысалы премьер лигада қарап тұрсаңыз 26 тур ма? 26 турды 22 турға дейін қысқартса, ондай қатты ештеңе өзгере қоймайды деп ойлаймын. Өйткені кубокты алдыңғы жылы топтық кезең қылып істедік қой, сондай қылып істесек қызықты болады. Сол кезде жастарға мүмкіндік алады, және де ойнайтын ойындардың саны көбейеді. Ал чемпионат 22 тур болып қала берсе. Осындай жағдай жалпы өте дұрыс, өйткені ойындардың өзі, қараңыз, Тобыл мен Ордабасы деген сияқты сондай ойындар көбейе бастайды. Қайрат пен жаңағындай Астана деген сияқты. Өйткені жаңағындай Ақсу Оқжетпесті қарап бермейсіз. Сондайлар ойындар азаяды, сондай командалар. Оның үстіне стадиондар тамаша бола бастайды. Телекөрсетілімге де оңай, өйткені қосымша техниканы сол жаққа апаруға болады, өйткені матч азаяды ғой. Көрдіңіз бе? Осы жағынан сапаға жұмыс істеуге мүмкіндік туындайды. Және премьер лиганың ойындарын көрсетілім сатуға да мүмкіндік пайда болады. Одан кейін бір Қазақстанда жаңалық болған ғой осы биыл, оны да қосып айта кетейін. Мынау төрешілер комитетінде биылдан бастап төрешілердің жалақысы 2 есеге көбейген ғой. Көрдіңіз бе? Сонда өйткені ол енді матчтар азаятын болса, ол 3 есеге көбеюі мүмкін. Баяғы салыстырғанда бұрын 150 мың теңге алып келді ғой, білесің. Ол 2 есе көбейген, енді 2,5 есе көбейетін болса, өйткені матч аз ғой. Бір төреші бір матчты бір ғана матчқа жұмыс істейтін болса, онда ол сапалы жұмыс істейтін, мықты көзқараспен келеді деген сияқты. Оған да үйреніп дайындалып, жалпы командалар зерттеп келгенде оған да тамаша болады. Сондықтан мен тек қана қолдаймын, чемпионаттағы осындай клубтарды азайтуымыз керек. 10 команда жетеді. Шотландияда ма сондай емес пе? Швейцарияда деймін, қателеспесем. Бірақ Шотландияда бір қызығы, сол 10 команда 4 айналым ойнайды екен. Ол 4 айналым ойнайды. Және де Шотландияның результатын қарап отырсыз, қазір Испанияның жеңіп жатыр. Топта бірінші орында тұр. Чемпионат Шотландияда айтатын болсақ, жаңа Абердин деген командалар группадан шығып жатыр. Әлі ойнап жатыр ғой? Рейнджерс финалда ойнап кетті өткен жылы. Селтиктің дәрежесін білеміз, жақсы команда. Чемпиондар лигасында жатыр. Ол шотландиялық футболдан біз үлгі алуымыз керек деп ойлаймын. Өйткені біздің футболда шамамен ұқсастық, жаңағы физикалық тұрғыда мықты ойыншылар, сондай футбол. Оның үстіне о жақта да күн суық, негізі әжептәуір, мен саған айтайын. Ол жерде де және стадион сапасы ондай мықты емес, мен қарадым, жаңағы Халтс деген командалардың стадиондарының сапасы шағын ғана стадион, жаңағы поляның сапасы қатты мықты дейтіндей мықты емес. Сонда да футбол көрсетіп нәтиже көрсетіп жатыр. Өткенде мысалға шілде айында бардық па, Солтүстік Ирландияда матчты қатып қалдық қой, жаурап кеттік кәдімгі. Күн суық әжептәуір, мен саған айтайын. Жаңбыр жауа тұрып. Енді мынау подкастымыздың соңында айта кетейік, Қазбек, біз осы бір қызық айдар қосып отырмыз.
футбол квизі деген сияқты, білгірлер бәйгесі деген сияқты. Соған саған 3 сұрақ қоямын қазір. Егер 3 сұрақтың жауабын дәл тапсаң, онда саған Юбет букмекерлік кеңсесінің атынан сыйлық бар жалпы. Сыйақы десек те болады қазір. Дайынсың ғой? Дайын. Мынандай бір сұрақ қойғым келіп отырмын. Филиппе Каутиньо деген футболшыны танисың ғой? Иә. Атақты футболшы. 2012 жылы Интер сапында ойнап жүрген кезде негізгі құрамға түсе алмаған. Қосалқы құрамда отырып қалған. Содан ол тұрады не істейді? Біздің қазақстандық ойыншылар секілді қосалқы құрамда отыра бермейді, жалақысын алып, басқа мен ойнайтын команда керек деп, команда іздеп ауысып кетеді. Сөйтеді, ол Испанияға барады. Сонда қай командада ойнаған Испанияда? Реал Бетис, Эспаньол, Севилья, Реал Сосидад. Осының ішінде бір-ақ команданы атауыңыз керек. Ол Эспаньол командасына барды. Эспаньол командасында кішкене опыт жинап, сөйтіп қайтып келді. Дұрыс айтасыз. 2012 жылы Эспаньолға ауысып, Каутиньо 16 матчқа қатысып 5 гол соғыпты да, бабына келіп отыр. Тамаша. Енді тағы бір сұрақ. Бірінші сұрақтан өттіңіз. Екінші сұрақ. Бас бапкер болып, яғни өзің футболшы карьерасын аяқтағаннан кейін, 3 жылдан кейін бас бапкер болып, өзінің командасын Чемпиондар лигасының финалына шығарған 2 ғана бапкер бар екен өмірде. Оның бірі Хосеп Гвардиола екенін елдің бәрі біледі. Қайта финалға шығарып жатыр. Екіншісі кім деген сұрақ туындайды. Мен нұсқаларды айтайын. Зинедин Зидан, Луис Фернандес, Роберто Ди Маттео, Дидье Дешам. Сіз негізі Роберто Ди Маттео деп айтқыңыз келіп тұрған сияқты. Ди Маттео деп айтқым келеді, және Зидан деп айтайын десең, Зидан ол 2006-2007 жылдары ойын карьерасын бітірді. Ол 2015-те отты, ол 3 жыл емес, 7-8 жыл болып бітірді. Жоқ, оны финалға шығарған деген. Иә, жоқ, жалпы деймін да, тренерлік. Дұрыс, 3 рет қатарынан жеңгенге шейін 7-8 жыл өтіп кетті. Ди Маттеонікі де сондай. Сол тағы қандай жауаптар? Луис Фернандес, Дидье Дешам, 2 француз. Луис Фернандесті біле қоймаймын. Дидье Дешам деп жауап бергім келіп тұр, өйткені Дидье Дешамдікі сол 2002-2004 жылдары. Тамаша, дұрыс айтасыз. 2004 жылы Дидье Дешам командасын финалға алып шыққан және ұтылып қалған. Мінекей, 2 сұраққа да дұрыс жауап бердіңіз. Енді ең қиын ауыр сұрақты қоямын. Чемпиондар лигасының тарихында, ана бұрынғы кубок, егерлердің кубокі деген саналмайды. 91 жылдан бастап, былайша айтқанда 92-ден. Қай клуб чемпиондар лигасының тарихында бір маусымда көп гол ұрған? 1 Милан, Реал Мадрид, Барселона, Ливерпуль командалары. Реал Мадрид деп айтқым келеді, өйткені өзім Реал Мадридтің жанкүйерім, бірақ Барселонада көп гол салады негізі. Ол да гол салудан шаршамайтын командалардың бірі деп ойлаймын сол. Ливерпуль ондай қатты көп гол салған жоқ, бірақ финалда салды ғой 2005-те. Сол Барселона шығар деп ойлаймын, өйткені Барселона Гвардиоланың кезінде де баяғы сол жаңағы Гвардиоланың футбол ойнап жүрген кезінде дейсіз ғой. Иә, сол кезде де Барселонада сол жылы Гвардиоладан бөлек Луиш Фигу, Ривалдо, Клюйверт деген адамдар ойнады. Сондықтан сіздің жауабыңыз дұрыс. Дәл таптыңыз. 1999 жылғы Чемпиондар лигасында 45 гол соғып рекорд қойған екен. Одан кейін Реал Мадрид пен Ливерпуль 2013-2014 жылы 41 голдан соғыпты. Ливерпуль енді 2017-18 Реал Мадридтің анау бір сезонда 120 гол салатын сол жылы шығар. Жозе Мауриньоның асырып тастаған. Мінекей, өстіп сіз 3 сұраққа да жауап бердіңіз. Тамаша. Футбол, Европа футболын жақсы біледі екенсіз. Енді сіздің осы жеңіске жеткеніңізге байланысты Юбет букмекерлік кеңсесі сізге 25 000 теңге фрибет сыйлайды. Керемет. Рахмет.
иә ол үшін енді сізге тіркелу керек болып тұр, енді оны алу үшін 25 мың теңге бәсіге аласыз. Қадірменді ағайын, оны алу үшін арнайы YouBet букмекерлік кеңсесіне тіркелесіздер, YouTube деген промокодты терсеңіздер, сіздерге қосымша тағы 5 мың теңге сыйақы да беріледі. Мінекей осыны айта кеткім келіп отыр. Енді Қазбек мырза, алдағы ұлттық құраманың ойындарына сәттілік тілейміз. Тілейміз, енді Финляндиядан жеңіспен қайтсын деп тілейміз. Жалпы 2 ойында 3 ұпай. 3 ұпай негізі бізге 1 ұпай да жететін шығар. Негізі бізге 19 ұпай жетеді ғой былай. Финляндиядан 3 ұпай алу керек. Өйткені ертең тең болған кезде бізді қарайды арамыз. Мынау бізді сырт алаңда жеңіп кетті екен деп. Сол себепті сыртта 2-1 жеңсек тіпті жақсы болар еді ол кезде. Біздің артықшылығымыз сырт алаңда 2 гол салған болады. Тамаша. Енді чемпионатымызда шамамен аяқталды. Ордабасы командасы чемпион. Астана 2-ші орын, Ақтөбе 3-ші орын болды ғой, әлі таласа ма әлде? 2 тур қалды ғой. Осылай қалатын секілді. Қалатын сияқты. Шығып кеткен командаларымызда белгілі, тек Мақтаарал мен Оқжетпес таласып жатыр. Кім қалады деп ойлайсыз енді? Меніңше Оқжетпес қалған дұрыс деп ойлаймын, өйткені кеше қарап жатырмын, әкімі кішкене футболды қызығады екен, сұрап жатыр, қашан бітіресің деп. Мақтаарал ол білеміз, Атакенттің командасы өз алаңдары, аудандық және полялардың сапасы кішкене премьер-лигаға көрсету үшін келмейтін секілді. Сондықтан Оқжетпес қалған дұрыс деп ойлайсыз ғой. Кешегі мысалы Ордабасы мен Мақтаарал ойнайды да. Кім сырт алаңда, кім өз алаңда ойнап жатыр түсініксіз. Өйткені мен сұрағам, Ордабасы сырт алаңдағы ойында неде Шымкентте ойнап жатыр деп. Сөйтсем Мақтааралдың басшылығы айтады да, жанкүйерлер көп келсін деп. Мен айтамын, сіздерге өздеріңіз задача жоқ па ертең чемпионатта қалу деген? Ол жанкүйерлер келгенмен олар бәрі Ордабасының жанкүйерлері ғой. Мақтааралдікі. Сырт алаңда ойнағанмен сырт алаңда, дұрыс. Осындай мәселелер. Енді YouBet 1-ші лигасы да аяқталуға жақын. Оған да байланысты келесі жол біз бір осындай шығарылым арнайтын шығармыз. Сондықтан қадірменді ағайын, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Қазбек мырза, бүгінгі студияға келгеніңізге ризамыз. Алғыс айтамыз. Рахмет сіздерге шақырғаныңыз. Қадірменді ағайын, лайктарыңызды басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қызықты комментарий жазғандарды келесі жолғы бағдарламада оқып, оған да жауап беруге тырысамыз. Және тағы да бір хабарландыру айта кетейін. Астана қаласына келіп осы подкастқа қонақ болып отырамын, футбол туралы көп мәселелерді білемін, бетін ашқым келеді дейтін адамдар болса, мархабат, сіздерді комментарийге жазыңыздар. Біз жекелеріңізге шығып хабарласамыз міндетті түрде. Біз жанкүйерлермен де байланыс орнатқымыз келіп отыр. Өте тамаша нәрсе. Қадірменді ағайын, осымен өз подкастымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар. Эфирде болған мен Ермұхамед Мәулен.